Бағалы қағаздарға инвестициялауға не кедергі болуы мүмкін? Әрине, барлығы тәуекелге барудан қорқады. Бұл түсінікті жағдай. Сол себепті де бүгінгі видеода сіздерге қауіпсіз инвестициялар туралы және тәуекелге барудан неге қорықпау керегін айтып беремін. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Қор нарығында көптеген құралдар бар. Солардың ішінде инвестициялауды жаңадан бастаушыларға ең тиімдісі бұл түрлі қорлар. Қорлар өз стратегиясы бойынша инвестициялайды, ал сіз сол қордың бір бөлігін сатып аласыз. Онда көбіне барлығы әртараптандырылып, тәуекелдер ескеріледі, және оны кәсіби мамандар қадағалайды. Сондықтан бұл құрал инвестициялауды жаңадан бастаушыларға ыңғайлы. Қорлардың артықшылығы олар тауашылық болуы мүмкін. Көптеген инвесторларға қандай да бір белгілерге қарап, бүкіл секторды, саланы немесе компаниялар тобын сатып алу өте ыңғайлы. S&P 500 индексі туралы естіген боларсыздар. Бұл мықты компаниялардың индексі ғана емес. Көбіне бұл индексті басқа да көрсеткіштер, компаниялар, қорлармен салыстырады. Индекске инвестициялаудың ең оңай жолы S&P 500 ETF қағаздарын сатып алу. Бұл S&P 500-дегі компаниялардың акцияларына инвестициялайтын биржалық қор. SPY ақш нарығында ең көп сатылатын ETF болып табылады. Ультра S&P 500 ETF, тикер SSO, бұл қауіптірек. Ол S&P 500 индексіне ақша салуға мүмкіндік береді. Индекске 1% қосылса, қор 2%-lik өсімді көрсетуге ұмтылады. Айта кетейік, бұл қорды Жусан қосымшасындағы инвестициялар бөлімінде сатып алуға болады. Индекс тез қалпына келеді. Алдыңғы қаржы дағдарысы кезінде S&P 500 индексі 2009 жылғы 9 наурыздағы сауда саттықта 676,53 деңгейіне жетті. Осылайша S&P 500 2011 жылғы 27 сәуірдегі сауда саттықтың жабылу кезінде 2 есеге ғана өсті. CNBC мәліметінше орташа алғанда нарық 100%-ға өсім көрсету үшін 1000-нан аса сауда күні қажет. Бұл жолы негізгі индекске 2 есе өсім көрсету үшін 154 күн қажет болды. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі S&P 500 индексінің ең жылдам аралықта қалпына келуі. Экономиканың әртүрлі секторларынан тұратын S&P 500 индексінің мысалында біз портфельдегі әртараптандыру тәуекелдерді азайтуда өте маңызды екенін көріп отырмыз. Сондықтан инвестициялаудың бастапқы кезеңінде тәуекелдерден қорқатындарға әртүрлі қорлардан бастауға кеңес беремін. Инвестициялық пай қорларында ескеріңіз. Айта кетейік, Жусан Инвест басқаруында 5 қор бар. Оларды кем дегенде 100 теңгеге сатып алуға болады. Яғни Tesla, Amazon, Apple'дың бір бөлігін бар жоғы 100 теңгеге сатып алуға болады. Мұның бәрін әрине біздің қосымшада жасай аласыз. Осы ретте пікірлерде инвестициялауды неден бастағаныңызды немесе неден бастауды жоспарлап отырғандарыңызды жазып өтіңіздер. Басқа да қызық жаңалықтар мен кейстерді біздің Instagram парақшамыз бен Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Біздің арнамызға жолуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвест идеяларды дайындаймыз. Бүгінге осы, көріскенше.